Сәлем достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ораза айында ауыз ашарға жеңіл әрі тез дайындалатын 2 салат түрін ұсынамын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші жеңіл салатымызды жасау үшін қажетті заттар: 4 қияр, 4 қызанақ, 555 грамм қырыққабат, 5 редиска, оливковое масло және де 1 шай қасықпен тұз қажет болады. Екінші жеңіл салатымызды жасау үшін қажетті заттар: 3 қызанақ, 520 грамм қырыққабат, 3 жұмыртқа, 200 грамм кукуруз, 100 грамм сыр және 2 үлкен қасық қаймақ қажет болады. Алдымен қырыққабатты ұзыншалап турап аламыз. Осылайша етіп қырыққабат турап алғаннан кейін редисканы турауға кірісеміз. Осылайша етіп барлық редискілерді турап аламыз. Редискілерді осылайша етіп турап болғаннан кейін үстіне жарты қасық тұз саламыз. Одан кейін шамалап осылайша етіп жасауымыз қажет. Араластырып болғаннан кейін шамалы уақытқа қоя тұрамыз. Ендігі кезекте қиярымызды тураймыз. Осылай етіп араластырып қоямыз. Енді қызанақтарды турауға кірісеміз. Екі қасық оливковое масло құямыз. Құйып болғаннан кейін араластырамыз. Достар, біздің бірінші салатымыз дайын болды. Енді екінші салатымызды дайындауға кірісеміз. Алдымен қырыққабатты ұзыншалап тураймыз. Ендігі кезекте жұмыртқаны тураймыз.
Ол үшін жұмыртқаның сарысын алып тастаймыз. Тек қана ағын тураймыз. Жұмыртқаларды осылайша етіп турап алғаннан кейін ыдысқа саламыз. Үстіне кукурузды саламын. Одан кейін үстіне сырды үкіштен өткіземін. Сырды үкіштен өткізіп болдым. Ендігі кезекте жұмыртқаның сары уызын еземіз. Жұмыртқаны осылайша етіп езіп аласыздар. Оның жартысын бір ыдысқа салып аламыз, 2 қасықтайын. Одан кейін оның үстіне 20% қаймақтан 2 үлкен қасық саламыз. Және де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болдым. Дайын болған салатымыздың үстіне саламыз. Араластырмас бұрын өзіміздің қалауымыз бойынша тұз салуымыз қажет. Достар, біздің екінші салатымыз дайын болды. Салатты ыдысқа салып болдым. Одан кейін үгітілген жұмыртқаның сары уызын үстіне салып шығамыз. Достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі және дәмді шықты. видеоларды жіберіп алғаныңыз үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер.
Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.